Таң сәрі. Көп ұзамай таң атып, жусан үстін алғашқы самал жел желпіп өтеді. Ұлан-ғайыр созылған Қазақстанның жазық даласындағы бұндай көріністерге баға жетпейді. Күн нұры жерді қыздырып үлгермегендіктен салқын самал желесіп тұр. Даланы алып жатқан шөптер мен гүлдердің хош иісі мұрын жарады. Көк жамылған жердің шегі шеті көрінбейді. Шексіз даланың аспанмен тірескен көк жиегі еріксіз көз тартады. Шөп басында таңғы шықтар ақ күмістей жылтырайды. Табиғат таңғы ауаны құшарлана жұтады. Самал жел жусанның ащы да ауыз қуыратын иісін іліп әкетеді. Кең дала ұйқыдан оянып жатыр. Жаңа күн басталды. Алыстан үзік-үзік құстардың шаңқылы жаңғырық болып естіледі. Таң ертеңгі түгендеу басталды. Суатқа киіктер табыны жақындап келеді. Олар бұнда әр күні таңертең келеді. Суға тойып болған жануарлар бірден кетпей, су ішінде біраз тұрады, не болмаса жағалауда ары-бері жүреді. Содан кейін асықпай кері қайтып, жазық даланың қойнауына еніп кетеді. Киіктің өмір сүру салты расында да өте қызық. Ол шөл далада және тасты немесе сазды топырағы бар шөлейтті өмір сүреді. Оны қалың шөбі мен бұталы өсімдіктері бар жазық далада өте сирек кездестіруге болады. Оның өмір сүруіне қолайлы жер шексіз жазық дала мен шөлейттер. Тамыз. Киіктің лақтары енесінің сүтімен қоректенуді қойып, аздап кепкен шөп сабақтарын байқап көрді. Құралайдың туылғанына шамамен 6 ай болды. Еркек лақтардың мүйізі анық көрініп келеді. Болашақ мүйізділер бірін-бірі қуалап ойнап, күштерін сынап көруге дайын тұр. Құралайлар ересек киіктермен бірге күні бойы жайылып, тек ара-арасында демалуға жатады. Жазғы кезде киіктердің белсенділігі тікелей ауа температурасына байланысты. Күндізгі аптап ыстықта жануарлар самал жел есетін орындарға, тақырларға, жағалаулар мен суаттарға жақын жайғасады. Жатар алдында тұяқтары мен орындарын таптап алады. Киіктер бір орында ұзақ жатпайды. Жиі орындарынан тұрып, ары-бері жүреді де, келіп қайтадан жатады. Кейбір киіктер күннің аптап ыстығында сексеуіл не болмаса жыңғыл бұталарының көлеңкесінде демалып жатқанды ұнатады. Әсіресе лақтары бұтақтың көлеңкесінде рахаттанып жатқанды ұнатады.
оларға даланың шыжыған күніне шыдау өте қиынға соғады. Салқын күндері киіктер күні бойы белсенділік танытады. Біресе жайылып, біресе шөпті барт шайнап демалу үшін жатады. Киіктер салқын ауа райының өзінде қалың жүндерінің арқасында таса жер іздемей, ашық жерлерге жата береді. Сағат күндізгі 5-ке таман жануарлар жайдарлана түседі. Киіктер ара қашықтықты сақтай отырып, бір-біреуден не болмаса үйірімен жайылады. Бұлай бөліну киіктерге аймақтың көп бөлігін зерттеуге мүмкіндік береді. Олар жаңа суаттар мен жайылымдар табады. Бір қызығы, киіктер жайылымды өте тиімді қолданады. Кей шөптердің жеуге жарамды бөлігін ғана жейді. Бұл жағдай өз кезегінде шөптің қайтадан өсуіне себеп болады және нәтижесінде жайылым өнімділігінің өсуіне алып келеді. Киіктер қой аш қалатын жерден өздеріне қажетті азықты тауып жей алады. Олар бір орында тұрмай үнемі қозғалыста болады. Бір таңғаларлығы, олар жұлмалап пістеп кеткен шөптер жылдам әрі жақсы өсе бастайды. Басқа жануарлармен салыстырғанда киіктер азық таңдамайды. Түз тағысы өсімдіктердің 81 түрімен қоректенеді. Киік азық ретінде сораң бұталарды, дәнді, бұталы өсімдіктерді, ұршақ тұқымдас және басқа да өсімдіктерді жақсы жейді. Бетпақдала киіктер сүйсініп жейтін бидайық пен қоңыр бастың плантациясына айналды. Түйетікеннің жапырағы мен жас бұтақтары тамыз айындағы ең дәмді азықтары болып табылады. Даланың тамақ талғағыштары тіпті бір қатар арам шөптермен, оның ішінде улы өсімдіктермен де қоректене береді. Жаздың соңына қарай күн барлық өсімдіктерді түбегейлі қуратып жібереді. Су іздеген киіктер суаттарға асыға бастайды. Кей кездері суатқа жүздеген, тіпті мыңдаған табын жиналып қалады. Қазақстанда киіктердің қазіргі кездегі таралу аймағы Бетпақдала тобы, Ақтөбе, Қостанай, Ақмола, Қарағанды облыстарын, Үстірт тобы, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау облыстарын, Жайық тобы, Батыс Қазақстан, Атырау облыстарының өңірлерін алып жатыр. Киік жер қатты тегіс жазықтықта мекендейді.
Егер қара құйрықтарды сексеуіл, спериантус және басқа да биік, жалғыз өсетін бұталары бар орындарда жиі кездестіру мүмкін болса, онда киіктерді баялышты жусанды және бұйырғынды жусанды шөл даланың бір тегіс ашық бөлігінде кездестіруге болады. Көбінесе өсімдік өспейтін тақыр жерлердің жағасында. Киіктер сары жирен түсімен тамаша үйлесе отырып, тақыр жерлерде жиі демалады. Киіктердің топырағы қатты жазық жерлерге үйір болу себебі ежелден жорға жүріске бейімділігімен байланысты. Тұяқтарын жылдам тыпырлататынына назар аударыңыздар. Тегіс жерде киіктер сағатына 80 шақырым жылдамдықпен жүгіре алады. Бірақ бөкендердің ең жүйрік дегенінің өзі ойлы қырлы жерде мүлдем дәрменсіз келеді және ондай жерлерді айналып өтуге тырысады. Оларды жұп